Сәлем достар, бүгінгі менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі жасайтын рецептім бал қуырдақ. Менің каналыма подписать етіп және лайк басып кетіңіздер. Енді қуырдаққа кірісейік. Қуырдаққа ең алдымен сиырдың балғын еті, свежий және май және картошка, 2 бас шуа, 2 бас чеснок және болгар бұрышы және бетін әрлеуге укроп керек. Ал енді бастайық. Ең алдымен етті турап аламыз үлкенше. Және май қосамыз, сүйек қосамыз қуырдаққа. Бұл қуырдақ ерекше болайын деп тұр. Бұл қуырдақты мен май қоспаймын, сиырдың өзінің іш майымен қуырамын. Осылай етті тілшелеп тураймыз, үлкен-үлкен қылып. Бүйрек, өкпе, бауыр әртүрлі қылып. Ал тамағымызды бастайық. Бисмилля деп майымызды саламыз. Одан етімізді саламыз. Еттерімізді салып, орналастырып. Бетіне тұз себеміз. Бұқтырылған соң бетіне тұз сеуіп. Сүйектерімізді салып. Және тұз себеміз. Тұз сеуіп бетін бұқтырып қоямыз. Ал енді қуырдаққа қосатын дәрумендерімізді турай берейік. Чесногымызды, болгар бұрышын және де 2 бас пиязымызды қосамыз. Пиязымызды турап алып, және де картошкілерді турап үлкенше. Достар, менің каналыма подписать етіп, каналыма тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып кетіңіздер. Мен рецепт салған кезде бірден таба қаласыздар. Картошканы осылай үлкен етіп турап аламыз. Және де жаңа 45 минутқа қойған етіміз бұқтырылып, пісіп, өзінің сөлі шығып, дайын болып тұр. Оған пиязымызды саламыз. Лавровый лист жаламыз. Және чеснок, пиязымызды салып, 15 минутқа қоямыз. Және араластырып, етіміз балғын болып пісіп тұрған. Оның үстіне картошкамызды салып, бетін бұқтырып, 45 минутқа қоямыз. Енді тамағымыз дайын, пісті. Картошкамызды тексеріп, пышақпен тексеріп көрдік. Енді тамағымызды араластырып, табағымызға саламыз. Етіміз балғын болып, жұмсақ болып піскен. Сіздер де істеп көріңіздер, жасап көріңіздер. Және де менің парақшама лайк бас, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Осымен балғын қуырдағымыз дайын.